Қайырлы кеш, құрметті тыңдарман қауым. Жаңа жылдарыңызбен 25 жылдың 1 сәуіріне дейін өзіңізге белгі көлік салығын төлеуге міндеттіміз. Салық кодексінің 493 бабында жазған, салық төлеуші өз еркімен самостоятельно өзі есептеп төлеу керек деген. Оны қай жерден есептеуге болады? Мобильді қосымша ие-салық азамат деген бар, бізде жүктеп алсаңыз болады. Соның жоғары жағында, оң жағында, сол жағында үш сызықша тұр. Ол меню. Сол менюға кіреміз. Менюға кіріп, калькулятор деген бар. Калькуляторға бассақ, бұл жерде расчет налога на транспорт, расчет ИПН, расчет пени деген бар. Біз мына жерде расчет налога на транспортқа кіреміз. Мына жерде қазір біз 24 жылға есептегендіктен мына жылды таңдаймыз. Год исчисления 24 жыл дейміз. Сосын количество месяцев в году исчисления, яғни 24 жылда сіз неше айда иелендіңіз. 12 ай болса 12 ай, 11 ай болса 11 ай деп, біздің мысалға 12 ай деп есептейік. 12 айға есептейміз. 12 айға вид объекта налогообложения таңдаймыз. Бұл жерге кірген кезде легковой ма, грузовой ма, автобус па, қалған бәрін таңдап аласыз. Мысалға біздің мысалда легковой дейік. Легковойды аламыз. Соның ішінде диапазон значения объема двигателя кубических сантиметров. Яғни бізде объем қандай? Бұға кіремізді 3-ке дейін не 3-тен жоғары ма? Біздікі, допустим, 3-ке дейін деп таңдаймыз. Осы жерден мысалға 2,5 болсын бізге 2499 кубических сантиметр дейміз. Сосын осы жерде рассчитать деп басамыз. Сонда шығады мына, егер сіздің автокөлігіңіздің көлік қозғалтқыш көлемі 2499 кубических сантиметр болатын болса, салық көлемі 25645 теңге болады. Бұл 24 жылдың салығы. Назарларыңызға рахмет. Уақыт создыртпай осы осыдан есептеп, самостоятельно төлей берсеңіздер болады.